42 жастағы елордалық Гүлшат Жұмағалиева 10 баланың анасы. Балаларының алды 21-де болса, кенжесі 6 айға енді толған. Әрине көп балалы ана ретінде ол бұған дейінде мемлекет тарапынан берілетін түрлі жәрдемақыларды алып келеді. Бірақ ендігі бала басына тағайындалған 21 мың теңгелік әлеуметтік көмектің ол үшін жөні бөлек. Қомақты қаржы отбасының біраз жыртығын жамауға жетіп қалмақ. Ол кезде бала басына 2003 мың солай шығатын. Мен өзім 10 бала болғандықтан маған 39-37 солай алып жүрдім. Енді бұл енді сәуір айынан бастап бала басына 21 мың деген енді өте біз сияқты көп балалы отбасыларға жақсы бір көмек деп ойлаймын. Өйткені біз бұрын 37 мыңмен күн көрсек, қазіргі күнде 150 мен 200 мыңның арасындағы қаражатты алып отырмыз. Аллаға шүкіршілік. Бұрынғыдай енді жетіспеушілік деген болып жатқан жоқ. Қазір енді балаларымызды кружоктарына да сондай қамтамасыз етіп жатырмыз. Негізінде жақсы болды. Гүлшат құжат өткізуде анау айтарлықтай машақаттың жоқтығын айтады. Құжаттың барлығы түгел және де орнықты болса, ешқандай қиындық жоқ. Біреулер айтып жатыр ғой, телевизорды тексереткен, холодильник тексереткен, онда ешқандай болған жоқ. Келдік, сол орындықта бүкіл құжаттарды тексерді. Барлығы бірдей кеше тапсырған құжаттар мен бүгін тапсырған құжаттар сәйкес келді. Орталыққа атаулы әлеуметтік көмекті алушы балаларының туы туралы және өзінің жеке куәлігінің көшірмесін өткізіп, сондай-ақ отбасында жұмыс істейтін адам болса, онда оның табысы жөніндегі ақпараттарды беру міндетті. Егер отбасының тұрақты кірісі жоқ, әрі әлеуметтік тұрмысы күнкөріс деңгейінің ең төменгі көрсеткішінің 70%-нан төмен болса, 21 мың теңгелік жәрдемақыны міндетті түрде алуы тиіс. С 1 апреля 2019 года 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы енгізілген. Оған сәйкес, егер отбасының табысы 2019 жылдың 1 тоқсанында күнкөріс деңгейінің 70%-нан төмен болса, бұл Нұр Сұлтан қаласы бойынша 15.572 мың теңгені құрайды. Онда мұндай жағдайда отбасы атаулы әлеуметтік көмекті алуға құқылы. Талап бойынша атаулы әлеуметтік көмектің екі түрі қарастырылған: шартты және шартсыз ақшалай көмек деген. в случае назначения обусловленной денежной помощи Шартты түрдегі атаулы әлеуметтік ақшалай көмек тағайындалса, онда мұндай жағдайда отбасының жұмысқа жарамды мүшелерімен әлеуметтік келісім шарт бекітіледі. Оның мерзімі 12 айға жалғасады. Ал шартты емес түрдегі атаулы әлеуметтік көмек оған отбасы мүшелерінің жұмысы жөніндегі құжатты қажет етпейді. Өйткені ондай отбасы мүшелерінің объективті себеппен жұмыс істей алмайтындығы ескеріледі. Олармен келісім шарт 6 айға жасалады. 2019 жылдың сәуірінен бастап атаулы әлеуметтік көмекті Нұр Сұлтан қаласы бойынша 3400 отбасы алған. Енді мамырда тағы 1200 өтініш қабылданған. Құжаттарды жұмыспен қамту орталығынан бөлек Нұр Сұлтан қаласы әкімдігі аппаратының Сарыарқа, Есіл, Байқоңыр және Жастар сарайында ашылған бөлімшелерінде де қабылдап жатыр. Жәрдемақыға құжаттар шартты және шартсыз әлеуметтік көмекке байланысты 6 және 12 айда ақпараттарын жаңартып отыруы тиіс.